Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біліп жүргенге жазылып, осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Америка құрама штаты жыл сайын 100 мың грин карта ойнатады, разыгрывать етеді, былай айтқанда. Әрине, бұл лотерея, компьютермен анықтайды оны, ол адам анықтамайды. Жалпы грин карта дегеніміз, сіз ұтсаңыз, кәдімгі ақштың азаматы не істей алады, сіз де соны жасай аласыз. Бизнес аша аласыз, оқи аласыз, және жұмысқа тұра аласыз. Яғни үкімет сізге ештеме демейді, өзінің азаматы сияқты қарайды. Бір-екі минус бар, ол минус деп айта алмаймын. Сіз президенттікке болғанда сайлай алмайсыз, және үкіметке жұмысқа кіре алмайсыз, әкімшілікке. Ол енді күлкілі, әрине, минус деп те айту қиын. Просто бір пункт десек болады ғой. Грин карта атайып тұр, грин жасыл, болады, кіре беруге болады деген сөз. Мысалы, виза алу үшін ойбай, оған кәдімгі жүресің, интервьюден өтесің. Бұл жерде де интервьюден өтесіз, бірақ грин карта ол сізге кәдімгі ұтыс, былай айтқанда, бинго ғой, былай айтқанда. Компьютерде мына удостоверение түрі осындай, удостоверение личность сияқты. Мына жерде сіздің фотоңыз болады, отпечатка пальціңіз болады, міне аты жөніңіз, сіздің данныйларыңыз. Біздің удостоверение сияқты ғой. 10 жылға беріледі, 10 жылдан кейін жарамсыз болып қалады, бірақ сіз автомат түрде уже еш қиындықсыз ұзартып ала аласыз. Америка миллиондаған ойнатады жыл сайын, бірақ оны тек қана 100 мың таңдап алады кәдімгі, өзінің пункті бойынша. Соған сай болу керексіздер, уже анкетаның бәрін қарайды досконально. Грин картаны дұрыстап толтыру керек, мына поискке Google болсын, Яндекс болсын, жазасыздар грин карта деп, бірінші тұрған сайтын басамыз. Анкета дұрыс толтырғанға қарайды. Жасыңызға қарайды, жас болса, сонша кішкене шанс көп болады. Ана 3-4 сияқты фото дұрыс түсу керексіз. Біліміңіз болу керек, хотя бы орта высшее образование болса тіпті жақсы, бірақ оған қатты қарамайды. Денсаулығыңыз жақсы болу керек, жұқпалы ауырмасаңыз болды, жалпы. Андай КМБшің сияқты емес, енді супер-пупер болу керек деген сияқты емес, денсаулығыңыз жақсы болу керек. Сен просто андай жұқпалы аурумен ауырмасаңыз болды. Бұрын сотталмаған болу керек, сіз банағыдай заңмен не болмау керек. Сыртқы елген грин карта ұтсаңыз да сізге баруға болады, бірақ сыртқа шығармайтындар, счетқа арест қойып тастайды, кредит төлемегеннен анау-мынау деп. Соған қарамайды, бірақ сіз үкіметтен рұқсат алу керек сізге за граница шығатындай. Отбор заявка сентябрьде басталады, ноябрь аралығы. Сіз енді ұтпасаңыз ұнаймаңыз, келесі жылы көріңіз, мүмкін повезет, былай айтқанда компьютер шешеді ғой оны. Екінші этап бар, сіз грин карта ұтқаннан кейін ерте қуанбаңыз, уже интервьюдан өту керексіз, сұхбаттан өту керексіз. Қараңыз, сіз 100 мың адам бар ғой, мен ұтатын болармын. Егер сіз спискінің ең астында примерно болсаңыз, уже пландамай-ақ қойыңыз, сіз ұтылып қалуы мүмкін. Себебі бірінші, екінші, үшінші алған адамдар, олар өз балаларын алуға құқы бар. 21 жасқа дейін баласы болса, ол үйленбеген немесе тұрмысқа шықпаған болу керек. Және ол, мысалы, мына жігіт ұтты ма, ол өз баласын алып кетуге құқы бар, және әйелін алып кетуге құқы бар. Бірақ ол өз анасын, әкесін ала алмайды. Тек қана бана әйелін, баласын алуға болады, және туған ағасын, туған сестренка, қарындасын ала алмайды. Енді заңы бойынша грин картаны. Ал біздің Қазақстан бойынша не айтамыз ресми түрде? Жыл сайын 35-40 мың адам заявка жібереді екен, өте көп шын айтсам. Қатты таңғалып отырмын. Статистика айтып отыр. Оның 500-600 ғана ұтады екен, сол Қазақстан бойынша. Бұл лотерея, енді ақштың үкіметі де білмейді кім ұтатынын, сіз де білмейсіз, ешкім білмейді, ол компьютер шешеді бәрі. Банағыда өзіңіз заявка жібере аласыз, бірақ сізге көмектесетіндер бар. Бірақ посредник деген компаниялар бар, ортада сіздің құжатыңыз бойынша жүгіреді, бүйтіп толтырасыз, сіздің орныңызға толтырып береді, бәрін айтады, түсіндіреді, не істеу керек, анау, мұны. В общем, сізге жолдың бәрін көрсететіндер бар. Әрине, өзінің ақшасына, уже ұтқаннан кейін сіз оның ақшасын бере аласыздар. Біреу сразу береді, әркім әртүрлі. Грин карта через посредников Қазақстан деп жазыңыз. Мына жерлерде сөзім.
Иә, заявка қабылдағаннан бастап желательно 3 қарашаға дейін, 3 ноябрьға дейін заявка жіберіңіздер. Иә. Бір жақсысы ақш елі бізге жаман қарамайды. Мысалы, өзіміздің көрші еліміз Ресей болса, ой, оларға кәдімгі щепетильный. Жаман қарамайды деймін, қиын оларды, вообще қиындап кетеді. Мысалы, Афганистаннан болса өте қиын. Иә. Еще өздерінің заңдары бар. Ол елден жыл сайын 50 мыңнан аса мигрант болмау керек. Иә, біз енді Қазақстан, Аллаға шүкір, ондай ел емеспіз. Так, енді заявка кімдер бере алады? Банағыдай Қазақстан, біз өте аламыз. Иә, 50 мыңнан аса адам бізде жетпейді иммиграция, Қазақстан мигранттары. Иә. Мысалы, Африкада мигранттар көп қой, дамыған елге қашып жатады, Европаға. Бізде ондай емес. Жасыңыз 18-ден асу керек. Соңғы жұмыста, соңғы емес, иә, мамандық бойынша минимум 2 жыл жұмыс жасау керексіз. Мысалы, бухгалтер болсаңыз, сіз сол банағыдай мамандық дипломыңыз бухгалтер болса, сонда минимум 2 жыл жұмыс жасау керек. Иә, хотя бы орта білім болу керек. Иә, 9 бітіріп, хотя бы колледж оқысаңыз жақсы, кішкене. Так, сирек кездесетін мамандықта оқысаңыз, сіз ақшқа онда уже ұтқаннан кейін шанс көбейеді, сізді қарайды оған. Содан кейін, иә, ақшқа керек просто редкий мамандық, еще сізді оған дейін үйретіп, ақшқа өзі сондай азамат керек, иә, өз еліне. Иә, ұтып кеттіңіз, иә, таңғалдыңыз, онда сізге бір код береді, иә, специально. Сол код арқылы сол Госдепартамент США-ның, ақштың сіз очердіңізді қарай аласыз. Сізге екінші банағыдай сұхбат алуға даты белгілейді. Оған дейін сіз құжатыңызды жинап қою керексіз. Қандай құжат десеңіз, сол бана интервьюда сізге дата белгілейтін қағазда сізге қандай құжат керек екенін жазылып тұрады. Результат, яғни қалай біледі десеңіз, майдың, келесі жылдың майында уже результат шығады өздеріңіз банағыдай сайтта Госдепартамент США-ны. Так, енді атақты сұрақтарға сразу жауап беріп кетейін сіздер сұрақ туындамау үшін. Бана сентябрь дедім ғой, октябрь мен 3 ноябрьға дейін заявка жіберу керексіз. Иә, тек қана күзде. Мына ағылшынша United States Permanent Resident Card, енді дұрыс оқымасам айыпқа бермаңыздар. Кәдімгі өзінің азаматы сияқты тұрасыздар. Олар не істей алады? Дәл соны сізде, даже сізге армияға да баруға болады оның ішінде. Уақытша азамат қой, уақытша. Бізде мысалы 5 жылдан кейін Қазақстанның азаматы болады ғой заңды түрде. Бұл жерде де 10 жыл уақытша ақштың азаматы бола аласыз. Аллахтың қалауымен сіз ұтып кеттіңіз. Сіз кез келген штатқа бара аласыз. Калифорния, Нью-Йорк, Аляска, Монтана, солтүстік, оңтүстік Дакота, Вашингтон, кез келген штатқа бара аласыз. Сіз ақшта грин карт ұтқаннан кейін бір жылда 180 күн болу керексіз. Егер сіз 180 күннен аз болсаңыз, онда таможенный службаларда жаман ой келуі мүмкін. Енді неге болмады біздің елде деген сияқты. Ал ақшта грин карт ұтып тұрып бір жыл болмасаңыз, онда уже сіздің картаңыз автоматты түрде жабылып қалады. Болды, уже жарамсыз болып қалады грин картаңыз. Загран паспортыңыз міндетті түрде болу керек. Так, достар, өтініш осы видеоға лайк басып, міне. Сосын мына подписаться басып қоясыздар ма? Өтініш қиын емес қой сіздерге. Болды, мен сіздерге барынша жауап бердім деген ойдамын. Біліп отырасыз, зато рахмет осы видеоны қарағандарыңызға. Лайк және подписаться ұмытпасаңыздар болады. Колокольчикті нетпей-ақ қойыңыз. Бірақ өзіңіз білесіз. Өтініш подписаться, лайк.